Так, осылай и осылай. Все. Енді төбесін істеу керек. Так. Тез цунами кеме істеп алмасам, а то болмайды. Цунами кеме тез төбесін істеп тастайын. Так, менде видео басталып кетті ғой да. Хей, барша оқыларыңыз сәлеметсіздер, сіздермен бірге мен Астен. Бүгінгі видеода біздер ауылға цунами келеді деп өзіме бункер салып достар. Ауылға цунами келеді деп хабар келді. Хабар келді интернеттерде көріп жатқан шығарсыңдар, ауылға цунами келеді деп жатыр. И сол өзіме бункер салып жатырмын. И түнде жителдердің бәрін алып кеткен ғой қалаға. И қалада орналастырып сөйткен ғой жителдердің бәрін. И мен қалып кетемін ғой, өйткені есікті құлтақ қойғам үйімнен. И үйден қалып кетемін ғой мен. И солай мен қалып кетемін осы ауылда. И өзіме қорғаным үшін бағана торчки сатып алдым да осы бункерді салып жатырмын. Қазір ауылда сыртын көрсететін боламын. Цунами жақындап қалды деп жатыр ауылға. Ну мен салып бітіремін деген ойдам. Білмеймін, бірақ так мында осыны қылды, бұлайна қоя салайық. Қайтып есігімізді. Енді цунами бізге тым тиіспей өтсе жақсы болатын еді. Осы бункеріміз қорғап шықса әдемілеп. Өзімізді естіп қорғамасақ, президенттің өзі көрдіңдер, мінекей осылай бізді қалдырып кете салды. Есікті бұзып, кішкене ішінде адам бар ма, жоқ па, қараған жоқ даже. Қарамаған шығар, енді қараған жоқтар қоям, қарамаған шығар. Ну, өздері кінәлі. Осылай қарамаған, мені ауылда сыртын көрсетіп қайтейін. Мен осындай бункер салып жатырмын, мінекей. Осы жерге салып жатырмын. Что мұнда сөріп кетуі де мүмкін. Мына не бірақша? Ну, көреміз ғой, походу. Мені мына жақтан келеді деп жатырмын, цунами осы жақтан келеді деп жатыр. Мен осы жерге салып жатырмын. Мінекей. Осы жерге, кесем бұна осы жерге салып жатырмын. Мен жалпы мына жерді жауып қоям деп отыр. Мен мына жақтан өтіп кетеді сияқты, білмеймін енді. Көреміз ғой енді. Бұл жерден өтіп кетсе де енді мына жақта есік тұр, есікке сеніп тұрмын енді. Есік іш жерді есік емес, не емес. Ағаш есік болған көтере де алмайды ғой енді. Көреміз енді. Қалай бар солай көреміз достар. Біз ішін істеп тастадық енді, ішін істеп тастадық енді. Тағы бір көтеру керек бет потолокты да қоямын да енді. Көреміз енді. Ішін істеп тастау керек енді, ішін істемесек болмайды. Төсек ол обязательно. Верстагымыз обязательно. Сундугымызды қойып қояйық өзімізге. Дұрыс, ол обязательно керек ол. Тағы не бар бізге керек? Бізге жарық керек. Жарық мына жақта бар. Мінекей, мынандай жарық қойғайын. Мына бұрышқа қойайын, болды. Мына бұрышқа қойайын, болды. Все, осы екі бұрышта жарық қорғайды бізді. Қорғайды дегенде енді керек болады ғой енді. Ашыла ма? Все, ашылады. И жанына верстак қойып қоямыз да. И бір сундук тағы қойып қоямыз. Себебі бізде заттар көп болса енді көп болмайды. Книжный шкаф дейді, бұл емес бізде. Аяқтан уже іздейміз, кеттік. Ноутбугымызды аламыз. Өзімізген шкаф, киім-кешегімізді аламыз. Тамақ істейтін газымыз керек болады. И картошкамыз аламыз. Все. Мінекей. Тамақ ішетін жеріміз мынау болсын. Что осы жерде тамақ ішеміз. Мұнда бізде тұрсын. Оның жанына газ қойып қояйық. Бізде мына мынау тұрады. И мында тұрады. Осы жерде бізде так, бұл жерге емес, бұны мұнда қоясың, маған. Мұнда микроволновка, газ, мынау. Все енді бізде біткен іс болған сияқты. Бұлай жақындатып қоясың енді бізде.
осы жақында тұра берсін. Пиццамызды бұлай қойып қояйық. Пицца жеп аламыз. И все. Киімдеріміз бар ғой бізде айтқандай. Киімдерімізді газдың түбіне емес, негізі мында қойған дұрыс. Все, мында сандық ашылады. Сандығымыз ашылады. Киім-кешегіміз бар тұр. Мен Nike футболкаларым, мында шалбарларым, шорттарым бәрі дұрыс. Все. Мынаны бір көтеру керек сияқты ма деп қоямын да, бір көтеріп алайыншы, қазір күте тұрмын. Бір көтеру керек сияқты оның үшін. Осылайынан бір көтеріп алу керек сияқты. Білмеймін, енді көреміз қазір. Көтеріп алмаса болмайды что-то. А то қысылып кеттік қой. Төбемізге басымыз тиіп, төбеге басымыз тиіп. Так, бұл жақ керек емес бізге. Мына жақ керек. Төбеге басымыз тимеу керек қой бізге. Я, достар. Так. Все. Енді бізге железа керек. И железамен төбесін жабуымыз керек. Вот. Төбе жабылса, бәрі дұрыс болады. Главный төбеден су келеді ғой. Төбеден су өтпес үшін железден мықты руда бұл. Жалпы мықты руда бұл. Сындыру бұдан өту қиын ғой судың. Өзіне су тартпайды еще. Железден негізі өзіне су тартпайды. Біліп жүріңдер. Деп өзімде өтірік айта салдым. Білмеймін, су тартамаса тартпаймын, негізі су тартпау керек қой, неге железе деген бе. Қайтпаймын өз сөзінен. О жағын білмедім мен, достар. О жағын өздерін интернеттен қарап біліп аласыңдар. Все, и все. Оны абалайын. Аяқта қарап қалды ма? Так, мұнда ноутбугымыз шықлаймыз. Так, ноутбугым ыңғайсыз тұрып қалған сияқты ма? И маған солай көрініп тұр ма? Окошкамызды мында бір қоятын болдық. Соңында. Так. Мындай стол қоя салайын мында. Осындай столмен отыра берейік. Все. Мінекей аяқтан ноутбук жаңалықтар анау қараймын. Мынаған сенімсіз болып тұр мына есікке. Сенімсіздігім ұстап тұр. Сол үшін мынандай железный и рычаг қақта. Рычаг. Железный есік. Рычаг. Есік ашылады. Рычагпен ашамыз. Так, мынаяқтың бәрін қарап бошын өтеміз. Все. Мынаяқтан өтсе де мынаяқтан өтпейді. Все, осымен видеоды аяқтайтын сияқтымыз. Енді цунамиді түсіремеймін, достар. Цунамиді түсіру қайда әлі. Опа, менде выживанияға түсіп кетті. Уақыт біткен сияқты творческийдің. Оны жоқ қояқ, все. Жоқ қойып. И все. Бізде картошка тамағының оны бәрін алып үлгердік, бәрін қойып үлгердік. Бункеріміз дайын. Енді осымен видеоны аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Астен. Дальше осындай видеоларды түсіре берейін ба, түсірмей ақ қойын ба, өз ойларыңды, пікірлеріңді комментарийге жазыңдар, лайктарыңды басыңдар. Аман қалсам тағы да осындай видеоларды түсіретін боламын. Ал жақсы, давайте сіздермен бірге болған мен Астен.